Президент ерекше қажеттілігі бар балалардың толыққанды білім алуына мүмкіндік жасау мемлекеттің маңызды міндеттерінің бірі екенін атап өтті. Осы ретте жыл соңына дейін ерекше қажеттіліктері бар балаларға жан-жақты қолдау көрсету ісін реттейтін жаңа заң әзірленбек. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Бурабайда өткен құрылтайда ерекше қажеттілігі бар балаларды қолдау мәселесін көтерді. Соңғы 2 жылда еліміздің бірқатар қалаларында заманауи оңалту орталықтар ашылды. Енді 2026 жылдың соңына дейін дәл осындай орталық Көкшетау қаласында да бой көтермек. Үкімет пен әкімдер бұл мәселені дереу шешуге кірісуі тиіс. Әр облыс орталығында ерекше балаларға арналған арнайы нысандар болу керек деді президент. Осы мақсатта Сенат депутаттарымен бірлесіп, мүдделі мемлекеттік органдардың және сала мамандарының қатысуымен мүмкіндігі шектеулі балаларға кешенді қолдау көрсету жөнінде заң жобасы әзірленуде. Жаңа заң жобасында балаларды мүгедектігін алдын алу мақсатында ерте қолдау жүйесін енгізу және ведомствоаралық іс-қимылдың кешенді тәсілдерін іске қосу қарастырылуда. Бүгінде облыс бойынша ерекше білім беру қажеттілігі туындаған 14 мыңға жуық бала бар. Өңірде олардың тиісті білім алуына, сондай-ақ психологиялық және медициналық тұрғыдан қолдау көрсетіп, кеңес беретін арнайы 5 мектеп-интернат, 4 психологиялық, медициналық, педагогикалық консультация бар. Сондай-ақ 20 психологиялық, педагогикалық түзету және инклюзивті 84 кабинет жұмыс істейді. Алдағы уақытта тағы да инклюзивті 30 кабинет ашу жоспарланған. Әрине, ол өкінішке орай жыл сайын осы қатардағы балалардың саны өсіп келуде. Соның ішінде мысалға нозологиясы бойынша тоқталатын болсақ, 40%-дан астамы бұл сөйлеу қабілетінде тежеуі бар балалар. Ал 34%-дан астамы ол психикалық дамуында ерекшеліктері бар балалар және 13%-дан астамы бұл ақыл есі енді төмен балалар. Сонымен қатар енді бізде соңғы жылдары жалпы үлкен мектептерде инклюзияны қолдау кабинеттері ашылып келеді. Сондықтан да біз жоспарымыз бойынша 112 кабинетке жеткізу біздің жоспарымызда. Кәсіптік техникалық білім беретін колледждарда арнайы бөлімдері бар. Көкшетау қаласындағы құрылыс колледжінде, сонымен қатар жоғары техникалық колледждарда арнайы бөлімдерде осындай 56 бала бүгінгі күні арнайы жұмысшы мамандығын алуда. Сонымен қатар енді біздің жоспарымызда Көкшетау қаласында 280 орынға арналған осы 25 жылдың аяғына дейін іске қосылады деп үміттеніп отырмыз. Сондай-ақ мемлекет басшысы ұлттық құрылтайдың 4-ші отырысында білім ошақтарындағы орын тапшылығын жою мен 3 ауысымды мектептер мәселесін шешуге мүмкіндік берген жайлы мектеп ұлттық жобасының нәтижелерімен бөлісіп, алдағы жоспарларды жариялады. Бұл жоба аясында Ақмола облысы еліміз бойынша бірінші болып құрылыс жұмыстарын аяқтап, 12 мыңнан астам оқушыға арналған жаңа білім ошақтарын ашты. Биыл ел көлемінде 500 мыңға оқушыға арналған 200-ден астам мектеп салу жоспарда бар. Алайда мемлекет басшысы мектеп салуда тек осы жобаға сүйеніп қалмау керектігін атап өтті. Сапалы салынған қарапайым мектептерге де сұраныс жоғары деді президент. Осы ретте өңірде 2027 жылға дейін кешенді жөндеуді қажет ететін 90 мектепті жаңғырту жоспарланып отыр. Әрине, енді ол президенттің тікелей тапсырмасы болды ғой. Басқа да мектептерге күрделі жұмыстарды жүргізіп, оларды да жаңғырту жұмыстары жалғасып келе жатыр. Жалпы 27 жылдың аяғына дейін бізде 90 мектепті жаңғырту, күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп, жабдықтармен қамтамасыз ету жоспарланған. Соның ішінде 2025 жылдың аяғына дейін біз 20 мектепті жоспарлап отырмыз. Алдағы уақытта осы жұмыстар жалғасатын болады. Білім беру жүйесін дамыту мен инклюзивті қоғам қалыптастыруға бағытталған бұл бастамалар елдің әлеуметтік саясатының маңызды бөлігіне айналып отыр. Қабылданатын шаралар әр баланың сапалы білім алуына және қауіпсіз ортада өсуіне мүмкіндік бермек. Жанар Мұқышева, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат.